Достар, енді келесі тәжірибеге өтейік. Бұл тәжірибеде біз минусқа дауысты жазу жолдарын қарастырамыз. Ең бірінші жасайтын затымыз ол минусты проектке көшіру. Ол үшін Yo кнопкасын басамыз, немесе Ctrl-Alt-X Media Explorer'ды ашамыз. Және де біздің Reaper курс папкасындегі Files папкасын ашамыз. Соның ішінде екінші папканы таңдаймыз. Екінші папканы таңдағаннан кейін Instrument деген файлды біз өзіміздің проектімізге drag and drop стилінде алып келеміз. Ең бірінші жасайтын затымыз дауысты жазбас бұрын, яғни ол минустың темпін тауып алу. Ол үшін не істейміз? Бірінші вариант, айтымды үлкейтеміз. Және ең бірінші бочка басталатын жерді тауып аламыз. Тыңдайық. Ең бірінші бочка осы жерден басталып тұр. Және Shift-ті баса отыра, мышканың сол жақ батырмасымен дәл бочканың аумағына апарамыз. Содан кейін айтымды ұстай отыра, проекттің ең басына алып келеміз. Айтымды алып келгеннен кейін санаймыз. Яғни 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Яғни 2 такт санаймыз, үшінші такт кесейін. Тыңдап көрейік. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Көріп отырғандағыңыздай, үшінші такттың бірінші бочкасы осыған келіп тоқталады. Айтымды үлкейтіп, Shift-ті баса отыра, осы жерге мышканың сол жақ батырмасымен линейка саламыз. Линейкамен белгілеп алғаннан кейін, осы жерде мышканың сол жақ батырмасын ұстай отыра, тректің бастапқы бөліміне алып келеміз. Және қайтадан санаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Егер де менікінде кешігіп қалған жағдай болса, Time Selection'ның оң жақ бөлігін ұстап, Shift-ті және мышканың сол жақ бөлімін қоса отыра, бочканың ең бірінші клигіне алып келеміз. Тыңдаймыз. Осыдан кейінгі ең бірінші жасайтын затымыз, ол айтымның үстіне оң жақ бөлігін басамыз, мышканың Item Properties'ке барамыз, немесе айтымның үстіне мышканың сол жақ бөлігімен 2 рет басамыз. Сондай айтымның настройкасы ашылады. Бұл жерде Item Timebase деген жерге Track Project Default Timebase-ның орнына Time қоямыз. Apply және OK. Содан кейін мышканың оң жақ бөлігін басамыз. Set Project Tempo from Time Selection Detect Tempo бөлімін тауып алып, соған басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, біздің транспорт бардағы темп жері өзгерді. BPM бұл жерде 117-те 979, егерде 117-те 500-ге дейін сан болса, мысалы 350, 385, яғни ол 117. А егер 117-те 500-ден жоғары сан болса, 600, мысалға 973, яғни ол 118. Біздің темп 118. Темпті өзгерді. Time Selection'ды алып шығусын Escape'ті басамыз. Және айтымның сол жақ бөлігін ұстай отыра, тректі толық ашамыз. Және бастапқы бөліміне әкеліп қоямыз. Тексереміз. Біздің бочка ең бірінші тактке түсіп тұр ма? Көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде ең бірінші тактке түсіп тұр. Егер сіздер настройкаға кірмей, Time'ның орнына Track Project Default Timebase тұратын болса, егер сіз BPM-ді өзгертетін болсаңыз, темпті мысалы 125, ол кезде айтымның да темпі автоматикалық түрде өзгереді, мысалға. Немесе төмен. Сондықтан егер сіз инструменталдың темпін өзгерткіңіз келетін болса, настройкаға кіреміз да, Track Project Default Timebase-ның орнына Time қоямыз. Apply, OK. Бізге темп не үшін керек? Мысалға, егер сіздер келесіде delay-мен жұмыс істейтін болатын болсаңыздар, ол кезде delay-дің қайталануы сіздің проекттің темпіне сәйкес келеді. Егер сіздің минусыңыз проекттің темпіне сәйкес келмесе, ол кезде каша болып кетуі мүмкін. Сондықтан мен әрқашанда минуспен жұмыс жасаған кезде бірінші темпін тауып аламын.
сіздерге де кеңес беремін. Тағы да плюс, мысалға сіздер бір рет қайырма айтсаңыздар, оны 3 жерге немесе 2 жерге көшіріп қою керек болады. Сондай кезде, мысалы, темп ыңғайлы. Сетка арқылы оңай қойып шығуға болады бәрін. Көп уақыт жоғалтпай. Енді екінші жолы темп табудың, ол үшін мен басқа программа қолданам, яғни Virtual DJ. Virtual DJ-ді ашам. Және біздің папкадегі инструментті Virtual DJ-дің үстіне апарып, drag and drop стилінде қоямын. Автоматикалық түрде 118 темп тауып берді біздің инструменттің, және қосымша біз сонымен қатар минустың тональностінде тауып алуымызға болады. Е бемоль минор. Мен көбінесе осы жолды қолданамын, ол өте ыңғайлы және тез. Сіздерге де Virtual DJ программасын жазып алуға кеңес беремін. Virtual DJ программасын жабамыз. Бұл екінші нұсқа болатын.